да өлмеген болады. Сонда Алладан тілеген Бипайғамбар анамыздың тілегін қабыл етіп, періштелер жауып, ғасырдан ғасырға ең бастысы бұл жерде Қазақстан халқы, соның ішінде Түркістан халқы көп қолға алып пайдаланады. Алладан тілеп жасалатын қасиетті ерекше тағам. Бұл тағам өзінің жасалынатын тіпті мезгілдері бар екен. Иә, әсіресе көктем мерекесі қарсаңында көп пайдаланады. Көктем мезгілі, енді білесіз ғой, табиғат оянады, тіршілік көзін ашады дегенде, күн жылынады, шуақты күндер ғой көктем. Осы жаңа көктем айында бастайсыздар. Және қанша уақытқа, күзге дейін созыла ма, әлде тек көктем айында ғана? Көктем айының 3 айында. Көктем мезгілінің 3 айында, наурыз, сәуір, мамыр айында жасалады ғой, иә. Енді қараңызшы, бұл тағамның жасалу ерекшелігі түннен таңға дейін жатады, немесе таңда бастасаң түнге дейін бітеді, 12 сағат қайнау керек деп жатады. Оған енді жалғыз адам емес, қыз келіншектердің бәрі бас қосады дейді. Бірнеше адамның қолынан, бірнеше адамның көмегімен жасалынатын тағам екен. Жалпы дайындау тәсілін өзіңіз айтып өтсеңіз. Бұл ұзақ уақыт алатын тағам. Әркім өзінің ниетіне қарай, біреулер перзентті болсам, бір адамдар ұлым бас қосса, қызым тұрмысқа шықса, той жасасам, үй жасасам деген мақсатта әртүрлі енді Алланың пендесінің әртүрлі армандары көп қой. Сол арман бірігіп тілек тілеу сондай бір кереметтілігі бар сияқты бұның тек қана қалай айтсам екен, жаңағыдай иесі тек өзін ғана ойламайды, сондай-ақ жалпы барша қауым әркім өзінің ниетін айту, сондай бір жабылып жүріп, мысалы Құдайдан тілек тілеу сияқты. Сіз қалай ойлайсыз?
ол жалпы тағамның астарында да бір басқа бір мән мағына жатқан сияқты. Бұл сөзіңізге қосыламын, Әсем ханым. Көпшілікпен жасалатын тағам, бәрі бірлесіп иіс шығарады, Алла тағалама аруақтарға арнап, Құран оқылады, ең бастысы қазанға асты салып жатқанда иіс шығарады. Әркім өзінің ниетіне қарай әртүрлі тағамдар келеді екен, иә. 7 түрлі тағамнан жасалған наурыз көжеде жасалатын көжелер әкеледі біреулер. Үйдің егесі де көже дайындап қояды, болмаса еттер асылады қазанда, бауырсақтары пісіріледі, самсалары пісіріледі деген сияқты. Ең бастысы 7 шелпек аруақтарға бағыштап, Құран оқып, 7 шелпек таратылады бұл астың кезінде. Сіз жалпы осы кәсіпке қалай келдіңіз? Бұл кәсіпке келу себебім ене кәсіп десем болады. Яғни енеңізден көргеніңіз ғой. Иә, ене кәсіп деп отырған себебім, менің енем де 18 жыл осы Түркістан шаһарында сүмәләкті қайнатқан кісі болған. Сол кісіден әуелі Алла, содан менің бойыма тараған аса қасиетті тағам. Сізге енді бұл тағамды жағы айтып отыр ғой, шексіздігін, кереметтілігін, жағындай осы сүмәләк тағам қозғаған кезде, қозғап болғаннан кейін сізден бата алады екен. Иә, бата беремін. Бұл яғни бұның енді тәсілдері көп, жағындай астарында біраз мағына жатыр дегенім сол. Сізге бата алады екен, біреулер енді ақшалай сыйлық жасайды, біреулер орамалын береді, біреулер жағындай мата ұсынады. Бұл жағындай қалай айтсам екен, сіз өзіңіз түсіндіріп айтыңызшы бұны. Қалақ қозғаған кезде әркім өзінің ниетіне қарай, тілегіне қарай орындалсын деген мақсатта біреулер ақшалай сыйлық береді, біреулер орамал береді, біреулер көңіліне қалаған затын береді. Енді ол да Алланың берген несібе шығар, менің бала шағама деген. Енді яғни сіз еңбек ақысының орнына жаңағыдай белгілі бір жаңағыдай бағаны сұрамайсыз, кім не береді, қандай сыйлық береді, соны аласыз ғой. Иә, белгілеп қойған бағам жоқ, бірақ Алланың берген өзінің Аллаға деген үмбетіне қарай, Аллаға деген құлшылығына қарай арнаған сыйлығын береді. Осы тағамның жағы немен жасалынады? Яғни сол жағынан айтып өтсек, өте дәмді бір шоколад сияқты. Жалпы сүмәләк тағамын, мысалы көрші елдер өте пайдалылығын біліп, әсіресе соңғы осы уақыттарда мен естіп жатырмын, шетелдік фирмаларда қызығушылық танытып, жағында бренд ретінде, жағында сыртын қорапшасын әдемілеп, тұтынушыларға ұсынып жатқандай екен. Бұл ең бірінші бидайдан өте таза, жуылған бидайдан жасалады. Ең бірінші бидайды алып, 17-18 кило жобасында бидай алып, жуамын. Жуып тазалаған соң бір күн бойы суға салып қоямын. Судан алып, екіге бөліп, орамалдарға, арнайы орамалдарға салып, бидайды 8 күн, 10 күн, күннің ауа райына байланысты. Күн ыстық кезінде 6 күн ішінде өнеді. Орамалдарға түйіп өндіремін. Сонда тамырлап көгереді бидай. Бұның қасиеті өте керемет. Қазір ауруханаларда да салат ретінде, денсаулыққа пайдалы ретінде бұл бидайдың өнген түрін пайдаланып жатыр. Денсаулыққа өте қажетті тағам. Себебі бұның ешқандай қоспасы жоқ, таза өнім. Ешқандай да қант салмайсыздар? Қант салмаймыз. Осы өскен бидайды тапсырыс берген үйге алып келіп, соны ет тартқыштан шығарамыз. Оны сумен араластырып, үлкен қазанға, 200 килолық қазанға су құйып, өнген бидайдың сығындысын араластырамыз. Оған 50 кило көлемінде ұн араластырамыз. Және де тас салып жатады. Сол тас енді кімге түссе, сол адам бір мәз болып, бақытты жандай көңіл күйде болады. Ол тастың не құдіреттілігі бар деймін? Тастың құдіреттілігі сөзімнің басында айтып өттім ғой, Бейбіт Байтима анамыз 7 перзентіне арнап, сол 7 перзентім аман болсын деп балаларын сақтап қалу үшін қазанға саған. Яғни Бейбіт Байтима анамыз тас лақтырған, сондықтан да бізде сол жағы үрдісті ұмытып бастан бізде сол тасты лақтырамыз. Яғни аш мысалға болған ғой, арналып тілек ниетің айтылады Аллаға деген.
сол Бейпайтым анамыздан келе жатқан, жалғасып келе жатқан үрдіс бұл. Сол әрине әр қазан, әр үйге барған сайын жеті тас салынып тұрады. Алла үшін үйдің егесі тілек айтады жеті тас. Сол ең соңында сүмәләк пісіп шыққан кезде кімге бұйырса, сол үй, тас түскен үй сүмәләкті қайнату керек. Яғни жалғастыру керек. Жалғастыру керек. Енді Перизат ханым, сіздің де қызыңыз бар, бірнеше ұлымен және қызыңыз бар. Осы бір тағам жасауды енді ерекшелігін де айтып отырық, тарихын да айтып отырық. Қызыңыз егерде бата сұрап жатса өзіңізден берер ме едіңіз? Беремін. Әрине өзімнің 3 ұлым бар, 1 қызым бар. Сонда қызым, мен мамама тартқан сүмәләкші боламын дейді ғой. Сіздің кішкентай қызыңыз өзіңізбен бірге ертіп жүресіз. Ол да пысық көріп жүр. Енді білесіз ғой, әке көрген 10 жанар, шеше көрген 10 пішер деп жатыр. Жалпы сол қарсы емессіз ғой? Қарсы емеспін. Егер қолымнан қалағымды алып жатса, қарсы емеспін. Енді бұл осы кәсіп қой, енді сізге нәсібіңізді жағы тауып жүрсіз. Қиындығы неде? Бұның қиындығы менің отбасымнан жырақ кетіп, өзге отбасына барып 10-12 сағат кетіп, қазанын қайнатып, отқа түсіп, қайнатып, суға түсіп дегендей қайнатып келуде. Мен бұның пенетінен қиналмаймын, уақытым кетеді. Балаларымнан 12 сағат кетіп, сүмәләкті қайнатып біткенше ойымның бәрі балаларымда болады. Енді амал жоқ. Енді Алланың бұйыртқан, Алланың қондырған кәсібі болғандықтан өкінбейсіз? Өкінбеймін, қиналмаймын. Перизат ханым, енді былай істейік, бізде енді қазан басында қыз-келіншектер бәрі жағындай өзінің тілектерін айтып, бір-бірін жағы көріспегеннен біраз болған әңгімесін айтып жатыр. Мен де сол жағы үрдіс бойынша, дәстүр бойынша жағы сүмәләкті қайнатып, өзіңізден бата алып, және де сіздің ақ батаңызбен бағдарламамызды аяқтасақ. Жарайды, келісемін. Енді шынында да мен Түркістан халқының қыз-келіншектерін тағы да 8 наурыз аналар мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Өзімнің жаңағы өлеңде шығаратын өнерім бар еді, айта кетейін. Ханымдарға шабыт болса жүрек әркез жырлайды. Сыйластықта ешқашан шек болмайды. Айтылған ақ тілектер арқасында әрбір елге бақыт келіп орнайды. Бақытты болыңыздар, бақытты болыңыздар, бақытты болыңыздар. Тамаша.